Қазақ Geophysics мамандары Абай облысында аэрогеофизикалық зерттеулер жүргізуде. Барлау жұмыстары Аягөз қаласының маңында жалпы ауданы 550 шаршы шақырымға жуық 2 учаскеде атқарылады. Жұмыс пайдалы қазбаларды іздеуге және өңірді егжей-тегжейлі геологиялық барлауға бағытталған. Толығырақ әріптесім айтсын. Барлық дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін зерттеу аймағына жеңіл моторлы Cessna 206 ұшақ ұшып шықты. Оның бортынан Қазақ Geophysics мамандары жер қойнауын картаға түсіру, минералдық ресурстарды іздеу және геологиялық міндеттерді шешу үшін деректер жинайды. Дала жұмыстары 100-120 метр биіктікте рельефті ескере отырып жүргізіледі. Жылдың басында біздің президентіміз айтты, осы Қазақстан жерін 2,2 миллионға шаршы километрге бүкіл геологиялық ақпаратты үлкейту үшін геофизикалық жұмыстар жасалсын деп. Сол бойынша біздің Қазақ Геофизика компаниясы үлкен атсалысып жатыр. Осы технологияларды болашақта біздің өзіміздің мамандар интерпретация жасап, сосын ары қарай қай жерлерге бұрылау жұмыстарын жасау керек екенін біздің геологтарға айтады. Зерттеулердің далалық кезеңі мен деректерді өңдеу жыл соңына дейін аяқталады. Содан кейін геологтар бұрғылауға көшеді. Елдегі геологиялық барлауды одан әрі кеңейту үшін барлық алынған материалдар геология комитетіне жіберілетін болады. Аэрогеофизикалық зерттеулер кешенінің басты мақсаты минералдық шикізат базасын толықтыру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау. Бұл жағдайда біз осы аумақта полиметалдар, алтын мен мыс іздейміз. Қазақ Geophysics компаниясы құрылғалы бері 20 мың шақырым жерді зерттеп, 9 аэрогеофизикалық жобаны орындады. Жұмыстар Қазақстанның оңтүстік, орталық, солтүстік және батыс өңірлерінде жүргізілді. Сергей Ибрахим Орынбек, Сайлау Игіліков, Аман Хамид, 24 KZ, Қарағанды облысынан.